сабақты зерттеуді оқушының перспективасынан қарастырғым келіп отыр. Әрекетсіз зерттеу жоқ, зерттеусіз әрекет жоқ. Сабақты зерттеуді неге зерттеу деп атаймыз? Зерттеудің беріп отырған қадамдарын, критерийлерін қолдана отырып, біз рамкадан шығуымыз керек. Өзімнің авторлық нұсқасын сыйға тартатын боламын. Мұғалімдердің бір-бірінің сабағына қатысу деген бар. Міне осы тұстарды біз сабақты зерттеумен біріктіріп тастадық. Қазақстанның да бір ерекше зерттеу, сабақты зерттеудің моделін алып келуі де мүмкін. Қайырлы күн достар, педагогикалық шеберлік орталығының кезекті подкастын назарларыңызға ұсынамыз. Алғашқы сабақты зерттеу тақырыбындағы подкаст біздің тыңдармандарымыздың, көрермендеріміздің қызығушылығын тудырды. Көптеген пікірлер, комментарийлер алдық. Ол үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі қазақ тіліндегі подкастты күтіп жүрген біздің әріптестерімізге сабақты зерттеу туралы талқылау пайдалы болады деген сенімдеміз. Бүгінгі подкастқа қонақ ретінде педагогикалық шеберлік орталығының тренері Алданыш Ақерке және Астана қаласындағы номер 67-ші мектеп гимназиясының зерттеуші ұстазы, іс-әрекеттегі зерттеу, сабақты зерттеу үйлестірушісі Оразалы Сұлтанбек келіп отыр. Қош келдіңіздер. Енді сабақты зерттеу туралы әңгімемізді біз метафорадан бастасақ қалай қарайсыздар? Метафора үшін мен сіздерге 3 сөзді ұсынам. Ол қоржын, киіз үй және қамшы. Біреуін таңдасаңыздар. Сұлтанбек, қай сөзді таңдайсыз? Киіз үй таңдар. Киіз үй. Сіз? Қоржын. Онда болса қамшы менде болады. Жақсы, осы 3 сөзді пайдаланып, сабақты зерттеу туралы өз пайымдауларыңызды ұсынсаңыздар, айтып көрсек. Шындығында киіз үйді мен мектеппен байланыстырар едім. Неліктен? Себебі киіз үйдің жаңағы құрылымына қарайтын болсақ, оның керегесін жаңағы мектептің қабырғасы деп алатын болсақ, уықтарын жаңағы мектеп әкімшілігі мұғалімдер деп алсақ, ал шаңырағын ол біздің оқушыларымыз деп сәйкестендірер едім. Жалпы мына сабақты зерттеу мектепке енген кезде, жаңағы мектептің қабырғасына енген кезде, мектептің әкімшілігі және мұғалімдері олар бірге әрекет етулері өте маңызды. Себебі кез келген зерттеуде, сабақты зерттеуде жаңа негізгі фокуста оқушы, ол біздің шаңырағымыз, жаңағы уықтардың функциясы, ол жаңа шаңырақты биікте ұстап тұру, яғни оқушыларымызды табысқа жеткізу. Өте жақсы. Ақерке, неге қоржын? Қоржынды таңдаудан мақсатым жалпы сабақты зерттеумен жұмыс жасаған мұғалімдер үшін өте тиімді әдіс деп ойлаймын. Себебі қоржынға мұғалім өзіне керекті пайдалы тәжірибе алмаса алады деген ойдамын. Ол өзінің оқытуы болсын, оқуы болсын, жалпы методикасы болсын, әдістемесіне болсын, көптеген жақсы тәжірибелер алмаса алады. Қоржынға сала алады. Сондықтан оны бөлісе алады. Қоржындағы бар жинаған тәттілерін таратып бөліседі деп айтуға болады. Қазақта өз қоржынның өзіне тек қана жақсы нәрселерін салады ғой. Сондықтан да ойлаймын, ол қоржынмен сабақты зерттеудің тікелей байланысы бар. Қамшы менеджменттегі ең керемет құрал сияқты. Мысалы, алға барудың, бір мақсат қоюдың, сол мақсатқа жету үшін біз өзіміз үнемі қамшылаймыз. Сондықтан сабақты зерттеуде мұғалімдерге өзіндік рефлексия жасауға, өзіндегі осал тұстарды танып, соған жаңағы дамуға қамшы, өзін-өз қамшылау үшін мен осы қамшымен метафораны қолданғым келіп отыр. Рахмет. Енді көп ойланам осы сабақты зерттеуді, неге сабақты зерттеу деп атаған деген ой туындайды менде. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сабақты зерттеу, ол неге зерттеу? Неге мысалы жай ашық сабақ секілді басқа бір терминдерді қолданбасқа? Сабақты зерттеуді неге зерттеу деп атаймыз? Себебі жаңағы сіз айтқандай ашық сабақты алатын болсақ, ол үздік сабақтарды, идеалды деп айтамыз ғой, сол идеалды сабақтарды көрсету болатын болса, бұл сабақты зерттеу, ол тәжірибе алмасу, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі дамыту, жаңағы оқуда болып жатқан правил дейміз ғой, жаңағы жетілдіру керек тұстарды, олқылықтарды жетілдіруге бағытталған жұмыс болғандықтан, яғни деректерді жинау, талдау, соның негізінде жетілдіру, рефлексия жасау, сондықтан да ол зерттеу болып есептеледі. Сіздің ойыңыз қалай, Сұлтанбек?
Жалпы менің де ойым ұқсас. Жаңағы ашық сабақ, жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, бұл үздік сабақ, бұл демонстрациялық сабақ болып табылады. Ал сабақты зерттеу дегенде бұл күнделікті мұғалімнің тәжірибесіне көз жүгірту. Яғни бұл этикалық көзқарастан алып қарасақ та, мынау зерттеудегі этика нормаларын қарастыратын болсақ, бұл жерде шынайылықты алға басамыз біз. Яғни шынайы тәжірибеге көз жүгірту, оның ішіндегі мәселелерге көз жүгірту, оларды анықтау, жетілдіру, міне осымен ол зерттеу. Күнделікті оқытудағы, оқудағы болып жатқан мәселелер шешу жолында жұмыс жасалады. Шынайылыққа негізделеді. Яғни мұғалімнің өзінің болжамы бар сабақ беру туралы, және шынайылық бар, шындық бар. Осы екеуінің арасындағы тепе-теңдікті ұстап тұру үшін де бұл зерттеу болып табылады. Енді жалпы алғанда мұғалімнің күнделікті тыныс тіршілігінің өзі зерттеу деп атасақ болады. Сондықтан сабақты зерттеу ол зерттеу. Осы кезде Курт Левиннің бір сөзі келеді, мына әрекетсіз зерттеу жоқ, зерттеусіз әрекет жоқ деген сияқты, жаңа сіздің күнделікті тәжірибедегі деген. Енді тағы бір мені бір ойландыратын мәселе де, біз мысалы сабақты зерттеу деп зерттеуді мұғалімнің перспективасынан қарайтын болсақ, мұғалімнің кәсіби даму құралы ретінде көп ұзағынан әңгімелесіп отыруымызға болады. Бірақ бүгінгі подкастта мен осы сабақты зерттеуді оқушының перспективасынан қарастырғым келіп отыр. Біз зерттейміз оқушыларды, сабақты зерттейміз. Дегенмен осы зерттеу жүргізіп жүрген кезде оқушыларға кедергіміз тиіп жатқан жоқ па деген ойда болады. Сабақты зерттеуде сапаны арттырамыз деп, мүмкін оқушыға білім алуға кедергі жасап жатқан шығармыз. Ойларыңызбен бөлісе аласыздар ма? Жалпы мен айтар едім, осы сабақты зерттеу арқылы оқушының қалауын, қажеттілігін қанағаттандыра аламыз деп айта алар едім. Себебі осы зерттеу сабағы арқылы мұғалім оқушылардың қалай оқитындығын анықтай алса, яғни оқушылардың табысты болуына, күнделікті сабақтың оқу мақсатына қол жеткізуіне мүмкіндік бере алар едік деген ойдамын. Кедергі келтірмейміз, керісінше қолдау, табысқа жетуіне мүмкіндік бере аламыз дегеніміз. Яғни оқу ортасын инклюзивті орта құруға мүмкіндік ала аламыз. Бұл жерде енді тағы бір мәселені айтып кетуге болады. Жалпы зерттеудің де кері тұстары болады. Оның да зияны тиіп кетуі әбден ықтимал. Мәселен, зерттеу этика нормаларын қарастыратын болсақ, ол жерде айтылады, жаңағы біздің зерттеуіміз зерттеуге қатысушыларды, яғни оқушыларды және зерттеушілерді мына үш нәрседен қорғау керек, яғни психологиялық, әлеуметтік және денсаулық. Яғни осы үш тұрғыда зерттеуге қатысушыларға зияны тимеу керек. Яғни біз ойлануымыз керек, бұл зерттеуге қатысатын оқушылар кім, және бұл зерттеуді жүргізетін мұғалімдер кім, және осы зерттеуді жүргізген кезде қандай зерттеу әдістерін қолданам, кімдермен бөлісем. Яғни бұл жерде зерттеуде жаңа құпиялылықты айтады ғой. Яғни осы құпиялылық сақталу керек. Оқушылардың осал тұстары болады. Оқушының жеке басына қатысты ақпараттар олар жарияланбау керек. Міне осы тұстарда оқушыға кері әсері тиіп кетуі мүмкін. Бірақ біз зерттеуші ретінде этикалық нормаларды жақсы ұстанатын болсақ, ол біздің жүргізіп жатқан зерттеуіміз ол игілікті болу керек, пайдалы болу керек. Енді екінші жағын тағы бір нәрсесін айтатын болсақ, жаңа Ақерке ханымның сөзіне қосылам, яғни оқушылардың қажеттіліктері, оқушыны оқушы ретінде тану деген нәрсені алып қарасақ, біздің жүргізіп жатқан зерттеуіміз тек қана ол мәселені шешіп қана қоймай, ана оқушының бойындағы білім алу әдетін, білім алу дағдыларын, білім алу құзыреттіліктеріне әсер тигізіп, оны арттыру керек. Яғни оқушы қалай оқиды, білімді қалай алады, осы жолдарын тануға көмектеседі. Бұл жерде мысал келтіріп кетуге болады. Біз зерттеуде оқылым дағдысын зерттеп жатырмыз. Оқылым дағдысын зерттеп жатқан кезде біз мына мұғалімдердің зерттеу сабақтарын бақылаған кезде байқаймыз, кешегі қолданылған әдістерді бүгінде қолданып жатыр. Яғни бір жерде ойлану керек, неліктен кешегі менің қолданған әдісім тиімсіз болса, оны неліктен мен бүгін қолданып жатырмын қайтадан, ол тиімсіз ғой. Енді бұл жерде оқушы жаңағы оқылым дағдысын оқушыға мәтінді бердік, қараймыз, әр оқушы қалай оқып жатыр. Бұл жерде мынадай бір тиімді әдіс бар, яғни ол сабақты видеоға түсіру. Яғни мәтінді оқушы оқыған кезде біз бақыладық, бір оқушы парақты қолына ұстап отырып оқиды,
бір оқушы парақты алады да саусағымен жүгіртіп оқиды, ал бір оқушы саусағымен жүгіртіп отырып кейбір сөздерге келген кезде саусағы кідіріп қалады. Яғни бұл жерде нені анықтауға болады? Яғни кейбір оқушылар оқи алады, кейбір оқушылар саусақпен жүгіртіп оқиды, ал кейбір оқушылар оқып жатқан кейбір сөздерін түсінбей жатады. Міне осы кезде біз оқылым мәселесіне назар аудармай, оқушыға оқу үшін не кедергі, ол оқылым дағдысын тудырып тұрған қандай факторлар, соларды анықтап алып, егер сол факторларға, сол себептерді шешетін болсақ, біз оқушының бойында жаңағы білім алу дағдылары мен құзыреттіліктерін қалыптастырамыз. Яғни ол келесі жолы ол оқушыда дағды болады, құзырет болады, оқу деген. Енді мына жерде толықтырып кетсем, жалпы біз енді оқу мен оқыту қатар жүретін процесс болғаннан кейін, үдеріс болғаннан кейін, оны бөліп қарауда болмайтын шығар, оқыту дамығаннан кейін ол оқу да дамитыны белгілі. Сондықтан ол мұғалімнің тәжірибесі, мұғалімнің жаңағы кәсіби шеберлігі артатын болса, оқушылардың оқуы сапасы артатын, оқу сапасы артатын белгілі. Мына жерде мына нәрсе есіме түсіп отыр. Жалпы сабақты зерттеу деген не деп мұғалімдерден сұрайтын болсақ, бір мұғалімдер айтады, ол кәсіби дамудың бір жолы дейді. Ал кейбір мұғалімдер айтады, ол оқушының оқуын жақсарту, жеңілдету деп айтады. Екі жауап береді. Бұл екі жауап та дұрыс. Енді маңыздысы осы екі жауаптың арасындағы байланысты түсіну, мұғалім ретінде, зерттеуші ретінде түсіну. Жаңа сіздің айтып отырған ойыңыз, бұл жерде егер де мұғалім зерттеуді жүргізетін болса тәжірибесінде, ол оның кәсіби дамуын алып келеді, мұғалімнің шеберлігіне алып келеді. Ал мұғалімнің шеберлігі оқушының оқуға деген көзқарасын әсер етеді. Ал оқушының оқуға деген көзқарасы өзгерген жағдайда оның оқу дамиды, оқу сапасы артады. Мына жерде мысалы оқушылар кейбір мұғалімдердің сабағына кірген кезде ол мұғалім оқушылардың қателігіне қатты реакция жасайтын болса, ол оқушы ол сабақта белсенді болмайды. Ал басқа пәнге баратын болса, ол мұғалім қателіктерді құптап, қателіктен сабақ алуды үйретсе, ол оқушы ол жерде ашылады. Яғни оқушының мұғалімнің шеберлігіне деген көзқарас. Осы жерде осы екі байланысты, мұғалімнің шеберлігі, кәсіби даму және оқушының оқуы екеуі қатар. Демек, біз сабақты зерттеу барысында оқушыға кедергі жасамауымыз керек. Біріншіден этикалық мәселелерді жақсылап ойланып алуымыз керек алдын ала. Және оқыту стиліне назар аударуымыз керек. Біздің мақсатымыз тек қана оқыту әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдану ғана емес, балаларда осы қиындық қайдан шығып жатыр, оның себебі қандай, осы себепті анықтағаннан кейін барып, біз баланың білім сапасын арттыруға ықпал ете аламыз. Демек, сабақты зерттеу оқушының оқу сапасын арттырады деген тұжырымдама туындайды. 2019 жылы Амстердам қаласына осы ООС конференциясына қатысқан кезде жапондық әріптестер менің баяндамамды тыңдап, сосын мынандай сұрақ қойды. Жапонияда 150 жыл тарихы бар сабақты зерттеу үдерісі Қазақстанда қаншалықты тұрақты болады? Қазір трендте. Мүмкін ол бірнеше жылдан кейін мұғалімдердің қызығушылығын тудырмайтын үдеріске айналып кетуі мүмкін бе? Ойларыңызбен бөліссеңіздер. Менің ойымша осы жаңағы 2012-2013 жылдары басталды ғой осы сабақты зерттеу. Сол кезде осы сабақты зерттеуді тәжірибесіне енгізе бастаған мұғалімдеріңіз қатары аз еді. 10 жылдай уақыт өтті. Осы 10 жылдай өткен уақытта зерттеуші мұғалімдердің қатары көбейді. Сондықтан бұл тұрақтылығын, өзектілігін жоғалтпайды деп ойлаймын. Себебі осы зерттеу арқылы да өзінің тәжірибесін жетілдіре отырып, оқуында, оқытуда жақсы нәтиже алып жүрген әріптестер өзінің мектебіндегі әріптестермен тәжірибе алмасып жатыр қазіргі таңда. Сондықтан бұның өміршеңділігі алда болады деп ойлаймын. Жақсы. Сіз қалай ойлайсыз, Сұлтанбек? Мына Джон Эллиоттың жаңағы әдебиетін оқып отырған кезде, ол елдерде де осы тұрақтылық туралы, зерттеудің тұрақтылығы туралы көп сұрақтар көтерілген. Ол кісі өз әдебиетінде былай деп жазыпты: мұғалім ретінде мұғалім өзінің міндеті тек қана сабақ жүргізу деп. Ал сабақты зерттеу ол бөлек бір тәсіл деп қарастырады екен. Міне бұл негізінде бұл дұрыс емес. Шындығына келетін болсақ, жаңағы
Сабақты зерттеу ол өзінің күнделікті сабағынан бөліп алып қарайтын тәсіл емес. Яғни сабақты зерттеу күнделікті жүргізіп жүрген сабағында орын алуы керек, орын табуы керек. Енді тұрақтылығы жайлы жалпы егер де мұғалімдер жаңағы сабақты зерттеуді бөлек алып қарамай өзінің күнделікті тәжірибесіне енгізетін болсақ, бөлік ретінде қарастырса, онда ол тұрақтылық міндетті түрде орын алады. Бірақ енді ол тұрақтылық орын алу үшін оған жағымды жағдайлар жасалу керек. Яғни мектептің әкімшілігі тарапынан қолдаулар болу керек, қолдау, жағдай жасалу керек. Білім басқармалары болсын, жағдай жасалу керек. Министрліктен болсын, жағдай жасалу керек. Бірақ жағдай жасалғанымен талаптармен жаңа міндеттері де болу керек деп ойлаймын. Сол кезеңде бұл тұрақтылығын сақтайды деп ойлаймын. Мысалы, мен өзімнің жетекші мектептермен жұмыс жасау барысында байқағаным, осы сабақты зерттеумен айналысатын педагогтардың ішінде жас мамандардың көп болуы. Себебі сол жас мамандар қазіргі таңда осы зерттеу арқылы жүзеге асып өзінің тәжірибесін жетілдіруде. Мысалы, мен өз тәжірибемнен айтып кетсем, бір жас маман маған айтады, осы сабақты зерттеу арқылы мен өзіме қажетті сұрақты кез келген әріптесімнен барып сұрап алатынды деңгейге жеттім дейді. Менің қиналған тұсымға көмек көрсететін адамға барып айта алатын, өзімнің мұңымды айта алатындай, өзімнің кедергімді айта алатын жағдайға жеттім дегенді айтады. Яғни бұл жаңағы сабақты зерттеудің мұғалімдер үшін қажет екенінің бір дәлелі ғой деп ойлаймын. Сондықтан да бұл тұрақтылығын болады деп ойлаймын. Тоше Чичубудың да сұхбатынан байқаған, Қазақстанда үлкен зерттеу жүргізген, сол зерттеуге 9000 мұғалім қатысқан екен. Бұл әрбір екінші мектепте сабақты зерттеу тәжірибеге енгізілген деген сөз. Дегенмен де сіздер өз тәжірибелеріңізден байқаған шығарсыздар, кейбір мектептерде сабақты зерттеуді тәжірибеге енгізіп кету қиындықтар тудыртады. Қазір біз Сұлтанбек сізден бір сұрап көрсек, мектепте сабақты енгізуді тәжірибеге енгізуде жиі кездесетін 3 топ қиындықты атап өтсеңіз, және Ақерке үшеуміз осы 3 қиындыққа қатысты пікірлерімізді ортаға салсақ. Енді қазіргі таңда біздің мектепте, жалпы көп мектептерде деп ойлаймын, мынау мұғалімдердің көпшілігі зерттеудің не екенін біледі. Қолданыста бар, зерттеудің қадамдарын біледі, не істеу керектігін біледі. Жалпы ең алғашқы қиындық, жалпы тәжірибеден көріп отырған қиындық, ол шығармашылық ойлау деп ойлаймын, креатив. Екіншісі сындарлы кері байланыс. Яғни әріптестер тәжірибемен бөліскен кезде бір-біріне сындарлы кері байланыс берілуі. Үшіншісі, енді бұл мектептегі уақыттың тиімді қолданылуы. Дұрыс жоспарлану дейсіз ғой. Енді осы 3 қиындықты кішкене тарқатып айтып жүрсеңіз, мысалы шығармашылық ойлау. Көп жағдайда біз мұғалім ретінде оны мойындауымыз керек, біз дайын жауапты іздеп тұрамыз. Инструкцияны күтіп тұрамыз, не істеу керектігін, эксперттің көзқарасын, пікірін қажет етіп тұрамыз. Яғни өзіміздің істеп жатқанымызға аса бір сеніммен қарай алмаймыз, қорқақтаймыз. Белгілі бір шаблонный ойлау қалыптасып қалған дейсіз ғой. Енді бұл жерде шығармашылық ойлау сол мынау зерттеудің беріп отырған қадамдарын, критерийлерін қолдана отырып біз рамкадан шығуымыз керек. Өте бір орынды айтылған ой сияқты, себебі шығармашылық ойлау біздің қарап тұрсаңыз, біз сабақты зерттеуде тәжірибе енгізудің топ-даун, яғни жоғарыдан төмен қарай енгізілетін, немесе bottom-up дейміз, төменнен жоғары қарай енгізілетін нұсқаларын атайтын болсақ, мұғалімдерге қазір біз мектептегі менеджментте осы топ-даун моделінен ауытқып, керісінше көшбасшы ұстаздардың өзі бастама жасайтын топ-даун моделіне ауысу керек сияқты. Осы кезде біз ешқандай шаблон немесе дұрыс схема, дұрыс варианттарды ұсынбаймыз. Мұғалімдердің өздеріне бастама жасап, белгілі бір жаңағы рамкадан шығуға еркіндік беретін сияқтымыз. Мысалы, мұғалімдердің шығармашылық дағдысы деп жатырсыз ғой, соның мен айтар едім, жаңағы айттыңыз, мұғалімдерді білу, түсіну деңгейі қалыптасқан. Қазіргі таңда ол тәжірибеде қолданысты жүріп жатыр. Ендігі біздің кезегіміз талдау кезеңге өтіп бара жатырмыз да. Сол талдау кезеңінде мұғалімдер соны жаңа талдау жасай алады деп ойлаймын. Қайсы тиімді, нені өзгертуге болады деген, оған да бір уақыт керек сияқты. Егер де сол талдау деңгейіне өткен болатын болса мұғалімдеріміз, мүмкін осы еліміздің, Қазақстанның да бір ерекше зерттеу, сабақты зерттеудің моделін алып келуі де мүмкін деген ойдамын алда.
Ал екінші мәселе ол жаңағы бірінші мәселемен байланысты, негізі сындарлы кері байланыс деген. Неліктен? Себебі сындарлы кері байланыс болған жағдайда екінші мұғалімнің жаңағы шығармашылығын оятады. Тиімді сұрақтар қоятын болсақ. Неге сындарлы кері байланыс қиындық туғызады? Мен мына нәрсені көрдім. 2020 жылы мен Уолс халықаралық Lesson Study конференциясына қатысқан болатынмын. Сол жерде өзімнің постерімді алғашқы күні қорғап, екінші күні бізде жаңағы өзі Азия елдері бөлек бір талқылау жүргіздік. Екінші күні талқылауға кірген кезде ол жерде жапондық мұғалімдер отырды, қазақстандық мұғалімдер отырды, басқа да шет елдердің мұғалімдері отырды. Және олар маған менің зерттеуім бойынша сұрақ қойған кезде, шындығында олар менің зерттеуімді, менің постерімді басынан соңына дейін қарап, әлгі зерттеуге талдау жасағандай бір сезімде болдым. Өйткені олардың шынына келетін болсақ, олардың қойған сұрағы менен бір ойлар туындатты. Шынында да менің бұл жүргізген зерттеуіме егер де сол көзқараспен қарайтын болсам, қалай болады екен деген сияқты, маған тиімді кері байланыстар, сындарлы кері байланыстар берілді. Ал қазақстандық тәжірибеге қарайтын болсақ, енді біз енді мынау зерттеуді тәжірибеге енгізіп, бөлісе бастаған кезде, мысалы көптеген конференцияларға қатысамыз, сол кезде постерімізді қорғасақ та, баяндама жасасақ та, ол жерде көп тиімді сындарлы кері байланыс ала алмаймыз. Әдетте жақсы екен, керемет екен, сәттілік деген кері байланыстар көп келеді бізге. Яғни кері байланыстың өзі белгілі бір деңгейде біздің зерттеуіміздің сапасын арттыруға өте қажет. Сабақтарды талдаған кезде де көбінесе сипаттамалық тұрғыда талданады. Әріптесімен келісемін, мысалы, көбінесе кері байланыс барысында көрген нені көрдік, көрген ақпаратты ғана сипаттаудың негізінде ғана шектеліп жатамыз ғой. Ол үшін мұғалімнің рефлексивті дағдысы дамыған болу қажет деп ойлаймын. Яғни әрбір жасалған әрекеттен, әрбір көрген құбылыстан әрекеттен сіз нені жақсы көре алдыңыз өзіңіз үшін, нені жақсарту қажет деп ойлайсыз, оны қалай жақсарту қажет деген мәселе бойынша әрбір мұғалім күнделікті сабақтан болсын, күнделікті жасаған әрекетінен осы бір сұрақтар негізінде анализ жасап отырса, рефлексия жасап отырса, жаңағыдай жақсы сындарлы кері байланыс бере алатындай деңгейге жете аламыз деген ойдамын. Енді сұрақты Ақерке, мен сізге өзіңізге бағыттағым келіп отыр. Жаңа сөздің арасында сіз модельдер, сабақты зерттеуді тәжірибеге енгізу модель дегенді айтып қалдыңыз. Қазіргі таңда сіз біршама мектептерге барып, тәжірибе алмасып, жетекші мектептермен серіктестікте жұмыс жасап жатырсыз. Қазақстанда тәжірибеге енгізудің қандай модельдерін байқадыңыз? Жалпы осы елімізде, Қазақстанда көп пайызы жаңағы іс-әрекеттік зерттеудің негізінде жүргізілетін сабақты зерттеуді жүзеге асырып жатыр. Яғни қандай да бір тәжірибедегі проблеманы алып, сол бойынша жұмыс жасайды. Көп пайызы деп айтсақ болады. Зерттеу сұрағын қояды, соның негізінде зерттеу жасайды. Яғни сабақты өткізеді, талдайды деген сияқты. Және сонымен қатар ол жақында ғана өткен ұлттық конференциядан көрініс тапты, байқап жатырмыз. Одан да басқа модельдерін мұғалімдер тәжірибесіне енгізе бастағанын көруге болады. Мысалы айтып кететін болсақ, педагогикаға бағытталған. Яғни бір пәннің мұғалімдері бір жоспарды бірнеше сыныпта өткізу арқылы сол пәнді оқытуды, жаңағы сол жоспарды жетілдіру мақсатында жұмыс жасайтындықтарын көруімізге болады. Және келесі бір модельді көруімізге, яғни оқушының оқуы, күнделікті сабақтағы балалардың табысты болуы, оқу мақсатына қол жеткізуіне назар аударылатын моделінде мұғалімдер жүзеге асырып жатқанын көруге болады. Енді алда осы модельде де көп көрініс табады деген ойдамын. Мен келесі сұрақты Сұлтанбекке қоймас бұрын бізді көріп отырған тыңдармандарымызға бір жаңалығымен бөліскім келеді. Сабақты зерттеу үдерісі, оның қандай модельдері бар, Lesson Study не, қайда, қашан деген атты біздің әріптестерімізбен бірлесе жазған әдістемелік нұсқаулығымыз бар. Сіздің мектебіңізде сабақты зерттеудің қай моделі жүзеге асуда және сабақты зерттеуде қандай қиындықтар бар? Ойларыңызды подкаст комментарийінен күтеміз. Және сол комментарий жазған әріптестеріміздің арасынан бір кісіге өзімнің авторлық нұсқасын сыйға тартатын боламын.
Жақсы, Сұлтанбек, осы модельдерді айтып жатырмыз. Ұлттық конференцияның аясында сіздің мектептің тәжірибесін біз 500 әртүрлі еліміздің аймақтарынан келген ұстаздардың назарына ұсындық. Сол жерде байқағанымыз, сіздердің мектептеріңізде іс-әрекеттегі зерттеуге негізделген сабақты зерттеу көбірек қолданылатынын байқадық. Өзіңіз іс-әрекеттегі зерттеу және сабақты зерттеу үйлестірушісіз. Осы тұста сұрағым бар, мұғалімдер қай зерттеу түрімен айналысып жүргендігі нақты біле ме? Олар сабақты зерттеу және іс-әрекеттегі зерттеудің арасындағы айырмашылықты ұға ма? Және сіз өзіңіз екі зерттеу түрінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары туралы айтып өтсеңіз. Біздің мектепте шынында да екі зерттеу жүргізіліп келеді. Ол ең бірінші lesson study, екіншісі action research, іс-әрекетті зерттеу. Қалай ұйымдастырылған сіздің мектепте? Қалай ұйымдастырып жатырмыз? Мына lesson study'ді тәжірибеге енгізгеннен кейін біз ол тәсілді жалпы бастауыш сыныптарда тиімді екенін өз тәжірибемізде көрдік. Қазіргі таңда lesson study бастауыш мектепте, жаңа әріптесім айтып өткендей, педагогикаға негізделген сабақты зерттеу бастауыш сыныпта жүргізіледі. Ал іс-әрекетте зерттеу ол жаңағы 5-ші сыныптан жоғарғы сыныптарда жүзеге асып жатыр. Мұғалімдеріміз екеуінің айырмашылығын немесе ерекшеліктерін түсінеді деген сұраққа былай деп жауап берер едім. Екеуі де зерттеу. Біз ұжымда екі зерттеуді бір-бірінен бөліп алып, жарып қарастырмаймыз. Біздің мектепте жүргізілетін тренингтер, коучингтар, семинарлар, яғни мұғалімдердің жаңағы зерттеу құзыреттіліктерін арттыру мақсатында жүргізілетін жаңағы курстарымыз, ол бірдей жүреді. Бұл жерде мен айтар едім, бізде қазіргі таңда мына іс-әрекеттегі зерттеу мен lesson study'нің бірлескен бір моделі жүзеге асып келе жатыр. Осы 2019-дан бері бірнеше модельдерін тәжірибеге салып, оның тиімділігін көріп келе жатырмыз. Алғашында біз бір сыныпта бірнеше мұғалімнің бірлесе жүргізген зерттеуін. Бір сыныпта жұмыс жасайтын әртүрлі пән мұғалімдері. Әртүрлі пән мұғалімдері. Ол зерттеуін де тәжірибеге енгізіп, оны жүзеге асырып көрдік. Оның да тиімділігін көрдік, кедергілерін де көрдік. Одан кейін пәндік зерттеу. Яғни ағылшын бірлестігі, ағылшын тілі пәні бойынша жаңағы өзінің зерттеулерін жүргізеді. Ал биылғы жылы бізде пәндік әр мұғалім, мектептегі әр мұғалім өзінің зерттеу сұрағы бар. Яғни ол өзінің даму жоспарында қойылады, тақырып ретінде зерттеу сұрағы қойылады, және сол зерттеу сұрағы аясында ол жыл бойы өзінің зерттеуін жүргізеді. 67-ші мектепте жаңағы айтып кеттік, ұлттық конференцияның кезінде жиі бардық, мектептеріңіздегі мұғалімдермен де сұхбаттастық. Сол кезде байқағаным, сабақты бақылау, мектепте үлкен бір бақылау парағы жасалынған, және әрбір мұғалімнің зерттеу сұрақтары жаңағы мектепте ілініп тұрады екен. Яғни сабаққа қатысатын кез келген әріптес бұл мұғалімнің зерттеу сұрағы қандай екендігімен таныс болып барады. Тиімділігін атап өтуге болады. Жалпы бағана айтып өттім ғой, мектеп әкімшілігі мен мұғалімдер бірлескен жағдайда сабақты зерттеу өте тиімді өтеді. Жаңа сабақты бақылау парағы жалпы мектептің өзінің бағыты бар, өзінің жаңағы пайымы бар, өзінің миссиясы бар, және өзінің басымдықтары бар. Осы миссияда мен сіздің мектепте байқағаным, біз зерттеуші мектепке айналамыз. Бұл жерде мұғалімдердің де оқушылардың да зерттеуші дағдысын дамыту басты миссияңыз болып отыр. Басымдық. Енді бұл жерде қараймыз, бізде жалпы мемлекеттік стандарт бойынша жаңағы мектепшілік бақылау деген бар. Мұғалімдердің бір-бірінің сабағына қатысу деген бар. Міне осы тұстарды біз сабақты зерттеумен біріктіріп тастадық. Яғни менің зерттеу сабағыма келген кезде әріптестерім ол жаңағы бір-бірінің сабаққа қатысу парақтарын толтыруға мүмкіндік береді, және осы бір жұмысты жүзеге асырады. Ал мектепшілік бақылау, жаңағы мектеп әкімшілігі, мектепшілік бақылау мен мұғалімдердің сабақтарына кірген кезде ол кісі де жаңағы сол жұмысын және сонымен қатар сабақты зерттеу жүргізіліп жатыр. Міне осы бір неге үйлестірдік. Өте керемет жаңағы менеджмент системасы, жүйесі құрылған екен мектебіңізде. Жақсы. Мысалы, осы әріптесіме сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа айтып жатырсыз ғой, бізде іс-әрекеттік зерттеу, сабақты зерттеу екеуі де енгізіліп жатыр. Қаншалықты мектептің мұғалімдері сіздің мектебіңізде зерттеу жасауға қызығушылық танытады? Әрине, енді бұл жалпы өзгеріс енген кезде оның көлеміне қарай қарсылықтар туындайды. Егер кішігірім өзгеріс енсе, кішігірім бір қарсылықтар болады. Егер үлкен
өзгеріс енетін болса, ол қарсылықтар әрине сәйкесінше үлкен болады. Енді бұл сабақты зерттеу жалпы үлкен өзгеріс болғандықтан үлкен жаңағы қарсылықтар туындады алғашқы бетте. Енді бұл ең бірінші, ең басты бір кедергі мұғалім өзінің кабинетінде болып жатқан мәселені сыртқа жария ету мәселесі. Мұғалімдер неге мен ғана сабақты зерттеу сабағын жүргізе беремін, неге басқа мұғалім жүргізбейді деген сұрақтар туындады. Бірақ уақыт өте келе жаңағы өзгерістің өзінің заңдылықтары бар ғой, біз ол өзгерістер бойынша қарсылық тудырамыз, одан кейін оның жаңағы тиімді жағын қарастырамыз, зерттейміз, қандай құнды тұсы бар, пайдалылығы бар деген ойланамыз, одан кейін ол өзгерісті біз қабылдаймыз. Қазіргі таңда бізде аса бір қарсылықтар туындап жатқан жоқ. Яғни әрбір ұжымға зерттеу сабақтарының айлықтары бар. Жаңа оқу орынбасарлары мұғалімдерге жібереді. Әр мұғалім өзінің ыңғайына қарай жаңағы зерттеу сабақтары қай күні, нешінші сабақта, қай кабинетте өтетінін жазып жібереді. Ал оқу орынбасары оны үйлестіріп, жаңағы мұғалімдер бір-біріне қатыса алатындай жағынан икемді сабақ кестесін жасайды, құрастырып шығар. Өте жақсы, ойыңызбен, тәжірибеңізбен бөлісіп жатқаныңызға көп рахмет. ООС конференциясына қатысқан кезде жылда қайталанатын lesson study, барлығымыз білетін этаптары бар. Қандай жаңалық болуы мүмкін деген оймен барған болатынмын. Сонда біз Амстердам қаласындағы lesson study барысында сабақты бақылау мен үшін бір жаңа инсайт болды. Себебі мұғалімдер сыныпта баланың қасында отырып бақыламайды екен. Келесі аудиторияда, яғни тақта арқылы камералар құрып қойған, сол арқылы балалар бақылайды екен. Бұл үлкен бір маған мысалы жаңалық болды. Дәл сол сияқты осы соңғы жылдары сабақты зерттеу барысында сіздерде қандай инсайттар болып жатыр? Мысалы мен тоқталып кететін болсақ, жақындағы ұлттық конференция аясында өткен мектептерге барған кезде Астана қаласының 38-ші мектебінде сабақтарға қатыстым, солардың ішінде болдым. Сондағы бір ерекше бір маған инсайт болған мәселе, ол оқушылардың осы зерттеу сабақтарындағы қатысуға деген қызығушылықтарының ерекше болды. Мысалы, кез келген сабаққа қатысқан бір сабақта, мысалы, 50-ге шақты мұғалім қатысса да, соңындағы отырған кез келген оқушы соған бір ешқандай қобалжу, жаңағы, ешқандай бір кедергі болып жатқанын байқамадым. Онда бір сол сабаққа деген білім алуға деген жаңағы бір үйлесімділіктің бар екенін байқадым, және осы бір тәжірибені басқа шетелдерге де ұсынуға болады екен деген ой менде туындады. Себебі келесі жылы ООС конференциясы біздің Қазақстанда, Астана қаласында болады. Неге ұсынбасқа дейсіз ғой? Сөзіңізге дәлел, ол да шынында да біздің оқушыларымыз қазір көріп отырмыз. Қанша мұғалім көрсе де, ол оқушылар аса кіріп шығып жатқан мұғалімдерге назар аудара бермейді. Жаңа біздің де мектепте жүргізілгенде, жаңа Тошия Чечебу мырза жаңа оқушының қасына келіп, анау оқушының реакциясын бақылап көрді. Яғни оқушы қалай реагировать етеді. Егер де ол сыныпта зерттеу сабағы жүргізілмеген болса, ол оқушы әрине қысылады, анау көптеген мұғалімдердің алдында өзінің ойын еркін жеткізу оқушыға қиындық соқтырады. Ал біздің мектепте де жалпы қазақстандық сабақты зерттеу, ол жаңа жай ғана есепшілік ретінде емес, шынында шынайы зерттеулер жүргізіліп жатқанның бір дәлелі. Егер мына мысалы қараңызшы, жаңағыдай оқушылардың тарапынан осы зерттеуге деген қызығушылық болса, мұғалімдердің тарапынан болса да, жаңа алдында қойып кеткен сұрағыңыздың жауабы осы ғой деп ойлаймын. Өйткені сабақты зерттеудің тұрақтылығы қамтамасыз етіледі деген ойдамын. Енді Жапонияда 150 жыл жүзеге асып жатса, бізде енді ғана 10 жыл ғана. 10 жыл деген өте қысқа, өте аз уақыт қой. Алда одан да жақсы нәтижелерге қол жеткізеді деген ойдамыз, қол жеткіземіз деп. Сұлтанбек, сіз инсайтыңызбен бөліссеңіз? Инсайт жалпы менде де осы жылы соңғы бір инсайт оқу жылының соңында мына ұлттық конференция өтті ғой бізде. Тошия Чечебу біздің мектепке келіп жаңа бақылауын жүргізді. Ол жерде тек қана сабақты бақылау емес, жалпы мұғалімдердің бақылау дағдысын бақылап кетті ол кісі. Сабақты бақылау кезіндегі мынау транскрипт
өте үлкен инсайт болды мен үшін. Себебі шынында да біз бақылаған кезде айтамыз оқушының әрекетіне, оқушының оқуына назар аударып бақылау жасаймыз деп, бірақ біз өзіміз көріп тұрған нәрсені өзімізше интерпретация жасап, фактіні өзіміздің көзқарасымыз бойынша жазып аламыз да соны факт ретінде қолданамыз. Ал транскрипті қолдану, оқушы не деп жауап берді, қандай сөздер айтты, ол егер айтылым дағдысына бағытталған зерттеу сабағы болса, қай оқушылар қаншалықты мысалы ағылшын тілінде қаншалықты сын есімдерді қолдана алды, қаншалықты етістіктерді дұрыс қолдана алды, айтылым дағдысы оның сенімді ойын еркін жеткізе алатындығы қаншалықты деңгейде деген сияқты. Транскрипт өте бір керемет инсайт болды мен үшін. Инсайттарыңызбен бөлісіп жатқандарыңызға да көп рахмет. Сіздер lesson study'ді тәжірибесіне енгізгісі келген немесе lesson study'мен айналысқысы келіп жүрген мұғалімдерге қандай кеңес берер едіңіздер? Жалпы мен айтар едім, қорықпау керек. Зерттеуден қорықпау керек, эксперимент жасаудан қорықпау керек деп ойлаймын. Сондықтан бастасаңыз, сіздің қасыңызда қолдау көрсететін сыншы достарыңыздың бар екенін, әріптестеріңіздің бар екенін, тәжірибелі әріптестеріңіздің бар екенін ұмытпауыңыз қажет деп ойлаймын. Және қорықпай ештеңеден барып сол әріптесіңізден көмек сұрай аласыз және соны өз тәжірибеңізге енгізе аласыз деген ұсынысын айтар едім. Сұлтанбек, сіз? Менің ұсынысым жалпы мен практик мұғалім болғандықтан мұғалімдермен көп жұмыс жасаймыз ғой. Ол жерде мұғалімдердің осы зерттеу барысында тыңдалым дағдылары дамытамыз, оқылым дағдыларын, мұғалімдердің оқылым дағдыларын дамытамыз, мұғалімдердің жазылым дағдыларын дамытамыз. Осы тұрғыда мен бір ұсыныс айтар едім. Рефлексивті күнделігін жүргізу. Жалпы зерттеуге енді аяқ басып жатқан мұғалімдерге кеңесім, күнделікті сабақтарыңыздан кейін 10 минут рефлективті күнделіктеріңізге сабақтарыңыз туралы өзіңіздің ойыңызды жазып отыруды әдетке айналдыру. Ең кемінде 10 минут күнделікті жазып отырсаңыз, жалпы болашақта бұл мұғалімнің рефлективті дағдыларын дамытады. Жалпы зерттеулерді айтады, мұғалім зерттеу сұрағын құрастырудан көрі өз тәжірибесіне өзіне сұрақ құрастырудан қиналады дейді. Шындығында да біз өз тәжірибемізге өзімізге сұрақ қоюдан қиналамыз. Неліктен бұл құбылыс болып жатыр? Қалай шеше аламыз? Не болып жатыр менің сабағымда деген сияқты. Осы рефлективті күнделікті жүргізуді әдетке айналдыру деген ұсынысым. Бізде подкастымыздың соңына келдік. Менің де тарапымнан бір ұсыныс ретінде зерттеуді енді бастап жатқан ұстаздарға біз педагогикалық шеберлік орталығында жасалынған сабақты зерттеу қорапшасын ұсынар едім. Себебі бұл қорапшаның ішінде жаңағы айтылған Ақерке және Сұлтанбектің айтқан идеяларына қоса барлық ресурстар жиынтығын таба аласыздар. Зерттеуші педагогке қажетті күнделік және сабақты зерттеуді басқарып жүрген көшбасшы ұстазға сабақты зерттеуді жоспарлау құралдары, сабақты бақылау жинағы, сондай-ақ бұл құралдың ішінде әдістемелік нұсқаулар бар. Құрметті әріптестер, осы әдістемелік бағыттағы сіздердің кәсіби дамуыңызға көмектесетін lesson study қорапшасына назар аударуларыңызды сұраймын. Бүгінгі подкастқа келіп, ойларыңызбен, инсайттарыңызбен, ұсыныстарыңызбен бөліскендеріңіз үшін сіздерге көп алғыс айтамын. Бізді тыңдап отырған тыңдармандарға жақсы ойлар, жақсы бір пікірлер айтылды деп сенемін. Келесі подкастта кездескенше сау болыңыздар.